мынандай қараңшы, осы отырасың да сен, біреуге айтасың, ешкімге айтпашы дейсің да, ешкімге айтпайсың ғой дейсің да. Сен өзің айтып қойып жатсың ғой. Өзің айтып қойып жатсың да, сен біреуге ешкімге айтпашы деп қоямыз еще. Өзің айтып қойып жатсың да ол нәрсені. Одан кейін жаңа, енді қараңшы, сіз мынандай нәрсе бола ма сізде? Өзіңізге сөз бересіз, енді осы нәрсені жасамаймын. Енді таң намазды оқимын, сөз беріп жатырмын өзіме. Енді мына нәрсені жасайын деген нәрсе бар ма? Сөз беріп жатсыз өзіңізге. Тұрып жатсыз ба? Онда неге біреуге ренжисіз? Неге біреуге ренжисіз? Мен саған айтып едім, соны ешкімге айтпай, не айтып қойдым деп кәдімгідей еще біреуге ренжиміз да. Сөз виноват. Ол нормальный явление, сіз өзіңіз сөзге тұрмай жатсыз ғой, былай қараса. Сол үшін біреуге айту қажет жоқ, сен ешкімге айтпа деп. Ол по-любому. Осы өмірде айтылмаса, ақыретте айтылады. Вообще айтпаңыз. Вообще айтпаңыз. Жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям керемет нәрсе айтып кетті, енді жақсы сөз айт, немесе үндеме дейді. Көп сөйлеуден қажет жоқ та. Яғни адамға қай нәрсе дейді да, мына осы өмірде ол жазасын көрмей мүмкін дейді да, ары қарай кете береді. Солай бұл көрінеді, жаза жоқ, ары қарай күнәні жаса береді. Неге? Себебі жазасы жоқ дейді да оны. А бірақ біз иман келтірген адамбыз ғой. Ол міндетті түрде, жаңа айтып отырық қой біз, жазылып жатыр әр сөз. Ертең ақыретте міндетті түрде оған жауап береміз. Соны ұмытпау керекпіз.